Қостанай облысында жедел жәрдем қар қысауында қалып науқасқа жете алмаған. Ауыр халдегі ауыл тұрғынын төтенше жағдай департаментінің жедел құтқару жасағы тас жолда қалған медициналық көлікке апаруға мәжбүр болды. Алайда 30 жастағы келіншек жан тапсырды. Жедел жәрдем мамандары наурыздың 9 күні Рыспай ауылына шақыртумен аттанған. Бірақ елді мекенге дейінгі тас жолдағы қалың қардан жүре алмаған. Көмекке төтенше жағдайлар мамандары келіп, олар жол талғамайтын көлікпен науқасты алып шыққан. Ауыл әкімі дәрігерлер батып қалған жол өзіне қарамайтынын айтып ақталды. Жаңағы жол 9 километр аудандық жолға кіреді. ЖКХ тазалайды оны. Сол күні түнде ЖКХ бізге хабар берді, тазалады жол. Таңертең боран болғасын техниканы жіберген. Мен барған сағат 10 кезінде барған кезде техника жолды тазалап жатты. Ар жағында скорый тұрды. Жедел жәрдем әйелді облыстық ауруханаға жеткізген, бірақ ес-түссіз болғанын айтты. Бірден жансақтау бөліміне жатқызылғанымен ажалға араша бола алмаған. Марқұмға инсульт және коронавирус диагнозы қойылған дейді облыстық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз хатшысы.